Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Есімім Назерке Айдынғалиқызы. Авиациялық колледжде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен және кәсіби қазақ тілінен сабақ беремін. Бүгін бізде кәсіби қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың тақырыбы қазақ ұшқышы Талғат Бигелдинов. Жалпы сабағымыздың мақсаты қазақ авиациясының негізін қалаушы тұлғалардың өмірімен таныстыру және студенттердің бойында патриоттық сезімді ояту. Сонымен қатар қазақ тілінің грамматикасын одан әрі жаңа еске түсіру және де жалғастыру. Талғат Бигелдиновтың өмір жолына тоқталып кетейік. Студенттер, жалпы Талғат Бигелдинов Кеңес одағының 2 мәрте батыр атағын иеленген тұлға және Қазақстан авиациясының генерал-майоры. 1922 жылы Ақмола облысының Майлыбалық дейтін ауылында дүниеге келген. Біздер Талғат Бигелдиновті Кенесары ханның қолбасшыларының бірі болған Басығара дейтін батыр болған. Осы Басығара батырдың Талғат Бигелдинов тікелей ұрпағы болып есептеледі. Және Басығара батыр 1837 жылы Ақмола бекінісіне шабуыл жасап, қанды шайқаста ерлікпен қаза тапқан көрінеді. Талғат Бигелдиновтың жастық шағы, балалық шағы қазіргі Бішкек, бұрынғы Фрунзе қаласында өтеді. Талғат Бигелдинов сол қаладағы аэроклубқа үнемі барып жүреді екен. Жалпы Талғат Бигелдиновтың жаңағы әуеге қызығушылығы, аспанға, ұшуға қызығушылығы оның бала кезінен бергі арманы болған. Жаңағы аэроклубқа барып жүрген кезде оның ұшқыш болуға деген құмарлығы одан әрі арта түседі. Сөйтіп 16 жасында дейді, парашюттің жібек жібін ұстап, зеңгір көктен жерге қарай талай рет секірген екен. Кейін аэроклубтағы осындай жаттығуларды толық меңгеріп алғаннан кейін Талғат өзі одан әрі талаптанып, өзінің білімін одан әрі жетілдіру мақсатында Орынбор қаласындағы және Саратов қалаларындағы әскери авиация училищелеріне түсіп, өзінің авиация саласындағы оқуын, білімін одан әрмен жалғастырады. Біздер Талғат Бигелдиновті тек қана ұшқыш ретінде ғана емес, сонымен қатар батыр ретінде де танимыз. Қара жалды ауыздықтаған қазақ жігіті. Талғат Бигелдинов 1942 жылдың желтоқсанында Калинин майданындағы 296 авиациялық дивизияның 800-ші шабуылдаушы авиаполкіне қосылады. Сол Талғат Бигелдиновтың жаңағы Ил-2 ұшағын немістер қара ажал деп атаған екен. Талғат Бигелдинов әскери тапсырмамен 305 рет әуеге көтерілген. Сонымен қатар Кеңес одағының батыры деген атақты 2 рет алған Анатолий 244 рет ұшқан болса, Талғат Жақпекұлы Бигелдинов одан 61 рет артық көкке көтерілген екен. Одан бөлек Талғат Бигелдинов 7 рет жау ұшағын атып түсірген, көптеген техниканы жойып, немістерді өлтірген екен. Осындай 1944 жылдың 26 қазанында Талғат Бигелдиновке Кеңес одағының батыры атағын беріледі. Бұл тұлғаның бірінші мәрте Кеңес одағының батыры атағын иеленуі болатын. Одан бөлек 1945 жылдың 27 маусымында Талғат Бигелдиновке екінші мәрте Кеңес одағының батыры атағы беріледі. Талғат Бигелдинов жаңа айттық, ұшқыш қана емес, батыр да болды деп, ол жаңағы атақты Берлин үшін шайқасқа да қатысқан болатын. Кеңес одағының батыр атағын иеленген сол кезде 65 адам болған, солардың бірі осы Талғат Бигелдинов болды. Осы жаңағы ерен ерліктерінің арқасында ол көптеген атаққа және марапатқа ие болады. Оның ең негізгісі жаңағы айтқан Кеңес одағының батыр атағын бір емес 2 мәрте иелену болса, одан бөлек батыр Ленин орденімен және де 2 рет Қызыл ту орденімен, Отан соғысының 2 және 3 дәрежелі ордендерімен, Қызыл жұлдыз, 3 дәрежелі даңқ деген сияқты отандық және де шетелдік ордендермен, медальдармен марапатталады.
Біздің ұшқыш авиация саласының негізін салушы Талғат Бигелдиновтың қысқаша өмір жолымен таныстық біз бүгінгі сабағымызда. Енді ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Біздің жаңағы сабағымыздың тапсырмалары осы менің бүгінгі сіздерге түсіндірген мәліметтеріме қатысты болады. Грамматикалық тапсырмаға бармас бұрын ең алдымен есімізге түсіріп алайық, иә? Синоним дегеніміз не? Біздер айтылуы, естілуі, жазылуы әр алуан, бірақ та мағыналары бір-біріне жақын, жуық, мағыналары бір-біріне ұқсас сөздерді синонимдер деп атаймыз, иә? Біз бұл ережемен сонау төменгі сыныптардан бері таныспыз. Енді бізге беріліп отырған бүгінгі сабақтағы грамматикалық тапсырма ол жаңағы мәтіннен синоним сөздерді тауып жазу. Біздер бүгін жаңа мәтінімізде соғыс, қарғу, қиял, даңқ, туылды, аспан, қошеметтеу, қайтыс болу деген сияқты сөздердің синонимдерін айттық. Және сіздерге берілген кітаптағы мәтінде осы сөздердің синонимдері кездеседі. Тапсырма синонимдерді тауып жазу керек. Жарайды, соғыс деген сөзге бізде шайқас, ұрыс деген сөздер синоним бола алады, иә? Қарғу бізде екінші сөз. Қарғу деген ол секіру деген мағынаны білдіреді. Жаңа біз айттық, иә? Парашют, зеңгір көктен парашютпен секірді деп. Секіріп түсті, қарғып түсті, екеуі бір мағынада. Қиял дейді біздер, арман дейміз, иә? Осы мағына төңірегінде бұл сөзді синоним ретінде қолдансақ болады. Даңқ дейміз, атақ, марапат деген сөздерді синоним ретінде алсақ болады. Бесінші сөз бізде туылды, дүниеге келді, өмірге келді, жарық дүние есігін ашты деген сияқты сөздерді келтірсек болады. Аспан, жаңа мен сіздерге айттым, иә? Слайдта да болды, зеңгір көктен қарғып түсті, секіріп түсті деп. Аспан, зеңгір көк, әуе деп синонимдерді алсақ болады. Одан кейін қошеметтеу дейді. Қошеметтеу, марапаттау, қол соғу, қадірлеу деген сөздерді мағынасы жуық сөз ретінде алсақ болады. Одан кейін бізде қайтыс болу сөзі. Қайтыс болды, өмірден өтті, дүниеден өтті, тағысын тағы. Жақсы студенттер, ары қарай екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырмада бұл да біздің бүгінгі тақырыбымыз бойынша, мәтін бойынша төмендегі сұрақтарға сәйкес сөздерді бағанға бөліп жазыңыз. Сіздерде әртүрлі сөздер берілген, сол сөздерді жаңағы сұрақ қою арқылы бағанға бөліп жазасыздар. Мысалы, дұрыс нұсқасына үңілейік, мен сіздерге көрсетейін. Қашан? 9 қарашада, 27 маусымда. Бұл сөздер бізде қашан деген сұраққа жауап береді. Қайда? Шайқасқа және аэроклубқа. Бұл сөздерде жаңа мәтіннен алынған сөздер. Қандай? Талғат Бигелдинов қандай болды? Жүрек жұтқан батыр және өзіне сенімді болды. Қанша деген сөзге бізде 2 рет 65. Не істеді деген сұраққа Кеңес одағының батыры атағын 2 рет иеленді және әскери ұшулар жасады деген сөздер жауап береді екен. Жақсы студенттер, сіздерге бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деген үміттемін. Тағы бір сабағымызды қайталап жіберейік. Сонымен Талғат Бигелдинов Ақмола облысында дүниеге келді. 1922 жылы оның жастық шағы қай қалада өтті? Жастық шағы қазіргі таңдағы Бішкек, бұрынғы Фрунзе қаласында өткен екен. Талғат Бигелдинов 1 емес 2 мәрте Кеңес одағының батыры атағын алды және Берлин үшін шайқасқа қатысты деп айттық. Ал немістер оның Ил-2 ұшағы не деп атап еді? Қара ажал деп атаған болатын. Студенттер, сіздерге сабақ түсінікті болды деген ниеттемін. Бүгінгі сабағымызға
қатысқандарыңызға, тыңдағандарыңызға көп рахмет. Талғат Бигелдиновтың өмірімен танысты деп ойлаймын. Және үйге тапсырма ретінде ақынның ұшқыштың өмірімен, шығармашылығымен танысып, және жаңағы ақынның өмірі туралы, оның батырлығы туралы тағы да ақпараттарды жинап келсеңіздер болады. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.